Адамның күні барма сыналмаған. Бақ тайса малменен бас құралмаған. Күніне 90 түрлі көрсең пәле, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Адамның білімі аз болса да, оны мына 4 нәрсе жоғары көтереді. Ұстамдылық, қарапайымдылық, жомарттық және көркем мінез. Ұлылық пен тәкаппарлықты шатастырып алмаңыз. Ұлы екеніңді өзің емес, өзгелер сезінсін. Сол кезде ғана ұлы боласың. Өзің ғана сезінсең, тәкаппардың бірі боласың. Адамның ақиқаты. Адам өзі жасаған үлкен күнәләрін қапқа тығып жүреді. Өзгенің кішкентай күнәсін көрсе, қабырғаға іледі. Арқаңнан пышақ сұққанға ашуланба. Оған сеніп арқаңды тосқан өзіңсің. Артыңнан сөз тасығанға да ренжіме. Оған адам ретінде қараған өзіңсің. Адамдардың ең жақсысы, жүрегі жаралы бола тұра, тілі түзу болғандар. Барлығы әлемді өзгертуді ойлайды, бірақ ешкім өзін өзгертуді ойламайды. Адамдарсыз адам бағы жанбайды. Көңіл шіркін ықыласқа қанбайды. Жылы сөзді артығырақ айта бер, жаның содан жараланып қалмайды. Бір адам санасқысы кеп тұрады. Бір адам таласқысы кеп тұрады. Әр адамда білсеңіз қызғаныш бар. Барлығында ол іштен жеп тұрады. Бір адам сізді жаман деп жүреді. Бір адам сізді жақсы деп жүреді. Адамдардың бәрі де бұл өмірде бір-бірлерін билегісі кеп жүреді. Бұл дүниеде бақытты болмасаң, келесі дүниеде де бақытты болмайсың. Бақыт ол иман нәсібі. Бір мақсатты көздеп үлкен жолға шыққанда, саған үрген кез келген итке тұра қап таяқ ата берсең, онда еш уақытта көздеген мақсатыңа жете алмайсың. Барлық адам қателік жасап жүрген істі сен дұрыс жасасаң, барлығының істегені дұрыс, сенің істегенің қате болады. Қойлар өмірлерін қасқырдан қорқудан өткізеді, бірақ соңында оларды жейтін шопан болады. Адам денесіне ота жасау үшін ұйықтату керек. Ал рухына ота жасау үшін ояту керек. Жер астындағылар өкініп жатқан нәрселер үшін жер бетіндегілер бір-бірін жеп жүр. Үйдің ауасы қаншалықты тар екенін сыртқа шыққанда ғана түсінесің. Кейбір адамдар да солай. Олардан алыстаған кезде ғана саған қаншалықты зиян тигізгенін түсінесің. Сенім рух сияқты. Шыққан денеге ешқашан қайта оралмайды. Екі нәрсе адамда мәңгі тұрмайды. Жастығы мен күш қуаты. Екі нәрсе әрбір адамға пайда береді. Көркем мінез бен кешірімділік. Екі нәрсе адамның қадірін көтереді. Кішіпейілділік және адамдарға көмек. Екі нәрсе бәлені қайтарады. Садақа және туыстық қатынас. Жүрек таза болса, тілек қабыл болады. Аллах түбінде қайырлысын береді. Адамда арман таусылама. Бірі орындалса, келесі бірі бас көтереді. Арман бітсе, өмір тоқтайды. Өзің сезінбеген бақыттың саған керегі жоқ. Бір данышпан, бақытты болу бір бөлек, оны сезіне білу екінші бөлек депті. Өмірде әзілдесіп күлген жақсы, қуанышты бөлісіп жүрген жақсы. Келмейді қайта айналып қайран өмір, қадірін әрбір күннің білген жақсы. Жұмағы бұл дүниенің жақсы қатын, шығарса ағайынға жақсы атын. Гүл жүзді, шырын сөзді нәзік болса, түзетсе үй мүлкінің салтанатын. Дүниенің ол тозағы жаман қатын,
Жаман қатын шығармас ердің атын. 12-де бір нұқсан келмеген соң, дүниенің көре алмайсың аз рахатын. Адамның да ішінде адамы бар, ақылдысы, арлысы, наданы бар. Жақсының да, жастың да, кәрінің де уақыттан бір алатын сабағы бар. Қандай тағдыр болса да талғамадың, әлде қарсы тұрарға бармамалың. Жан азабын жазықсыз жұтып жатқан, қайран жүрек мен саған таң қаламын. Сырыңды айтпа, болсын мейлі епті жер, аңдаусыз сөз өзіңе азап шектірер. 30 тістің арасында тұрмаса, жарты әлемге соққан желде жеткізер. Десең дағы біреудің не ісі бар, титтей сөздің тау қопарар күші бар. Қарға сынды екі шоқып бір қара, ұмытпағын үй сыртында кісі бар. Алла ғана сенген жанның қорғаны, тіл бағынғыш үй құсындай тордағы. Бар жоғыңды айтамын деп біреуге, бармағыңды шайнамасаң болғаны. Ақылы жоқты аға тұтпа, қасиеті жоқты қадір тұтпа. Ақылы жоқты аға тұтсаң, кішілігіңді кемшіліктей көрер. Қасиеті жоқты қадір тұтсаң, кісілігіңді ерсіліктей көрер. Өмір бұл жарыс. Кім көп еңбектенеді, сол арманына, мақсатына жетеді. Өмірге арызданып отыра берсең, мәреге де мақсатыңа да жете алмайсың. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.